қалайша өнімдірек оқуға және жұмыс істеуге болады. 1980 жылдары Франческо Чирилло әркімге белгілі мәселемен жолықты. Оған оқуды қолға алу қиын болды. Сол кезде ол жұмысты қысқа уақыт аралықтарына бөлуді ойлап тапты. Осы кезеңдер бойы алаңдамай тапсырманы орындау қажет, ал олардың әрқайсысынан кейін демалуға мүмкін болатын еді. Уақытты қадағалауға қызанақ түріндегі ас үйлік таймер көмектесті. Чириллоның байқағаны, азғантай ғана жұмыс істеуге қажет болғанды білген кезде, ойын шоғырландыру анағұрлым жеңілірек болған. Кейінірек Франческо идеясын дамытып, сол ас үйлік қызанақ таймердің құрметіне Помодоро аталған тайм-менеджмент техникасын әзірледі. Помодоро техникасы қалай жұмыс істейді? Әдісті оқу мен жұмыс үшін пайдалануға болады. Бір қызанақ жұмысқа 25 минут және демалысқа 5 минут уақыт аралығы. Әдіс келесідей жұмыс істейді. Орындау қажет болатын мәселені таңдаңыз. Таймерді 25 минутқа қосыңыз және іске кірісіңіз. 5 минуттық үзіліс жасаңыз. Терезеге қараңыз, аздаған жаттығу жасап, шетін су құйып алыңыз. 4 қызанақтан кейін үлкен үзіліс жасаңыз. 15-20 минут сол қалыпта жалғастырыңыз. Мәселені орындауды бітірген кезде, оны сызып тастап, келесіге кірісіңіз. Уақыт аралықтарын қадағалау үшін смартфонда қосымшаны немесе стандартты таймерді пайдалануға болады. Рас, әлеуметтік желілерді қарағың келетін қауіп бар ғой. Сондықтан кейбір қызанақты жақтаушылар төмен технологиялық тәсілді құптайды. Дәстүрлік механикалық таймермен аяқталған қызанақтар туралы блокнотта белгі жасау, смартфонға алаңдау қиын болатыны айқын. Қызанақ техникасы қолайлы. Егер бір сарынды мәселелермен айналысқан кезде, емтиханға дайындалсаңыз, бейнероликті құрастырсаңыз немесе фотосуретті өңдесеңіз, мәселені командамен емес, жеке орындасаңыз, жұмысқа жеңіл кіріссеңіз, ойыңызды ұзақ уақыт бойы шоғырландыру қиынға түсетін болса, техника қолайлы емес. Егер жұмыс бөгде факторларға байланысты болса, сіз мәселені орындауды әр уақытта бастайтын және аяқтайтын болсаңыз, мысалы хабарласу орталығында телефон қоңырауына жауап беретін немесе аспаптардың көрсетуіне сай әрекет ететін болсаңыз, үрдіске және кірісуге көбірек уақыт қажет, шығармашылық міндеттерді шешетін, тәжірибе өткізетін болсаңыз, мәселені басқа біреумен бірлесе орындайтын болсаңыз, ортақ зерттеу өткізетін, басқа оқушымен бірге жобаны дайындайтын болсаңыз, алаңдайтын болсаңыз не істеу қажет? Помодоро техникасы тиімді жұмыс немесе оқу панацеясы емес. Оны қолдану үшін әдеттену қажет. Әдеттену тез енгізілмейді. Бейімделуге уақыт қажет. Оны кемінде 2 апта бойы енгізіңіз және неліктен дұрыс болмағанын талдауды ұмытпаңыз. Егер сіз таймер бойынша жұмыс кезінде алаңдасаңыз, мәселенің тұсына белгі қойыңыз. Жұмысты аяқтаған кезде қаншалықты жиі алаңдағаныңызды тексеріңіз және өзіңізге келесі сұрақтарға жауап беріңіз. Сіз неліктен алаңдадыңыз? Бұл маңызды себеп болды ма? Егер алаңдамасаңыз не болар еді? Келесі жолы не істеу қажет? Мысалы, сіз әлеуметтік желіден хабарламаға алаңдадыңыз. Бұл маңызды себеп емес еді. Егер алаңдамасаңыз, күрделі ештеңе болмас еді. Керісінше, сіз жұмыс істеуді жалғастыратын едіңіз. Дыбысты немесе әлеуметтік желілерден барлық хабарламаларды өшіріп қойған жөн. Қызанақ әдісінің тиімділігін қалай арттыруға болады? Әдістің негізгі қағидалары аса қарапайым және түсінікті. Одан әрі баруға, техниканы өзіңе бейімдеуге және оның тиімділігін арттыруға болады. Міне оның бірнеше тәсілі. Нөмірі бірінші тәсіл. Істердің тізімін жасаңыз. Орындау қажет мәселелердің тізімін жазыңыз. Осылайша, сіз жұмыстың барлық шебін көресіз. Сондай-ақ, басымдылықты тұстарын таңдай аласыз. Сонымен қатар, әрдайым неден соң нені істеу қажеттігін білетін боласыз. Нөмірі екінші тәсіл. Шынайы өмірді қолданыңыз. Өз уақытыңызды нақты қаншасын сыйғызуға болатынынан артық жүктеуге тырыспаңыз. Күні бойғы мәселелердің тізімін құрастыра отырып, не нәрсеге уақытты көбірек, не нәрсеге азырақ бөлетініңізді, ал қандай істерді ертеңге қалдыруға болатынын алдын ала бағалаңыз. Нөмірі үшінші тәсіл. Әдісті өзіңізге бейімдеңіз. Сіз 25 минут ішінде мәселеге толығымен кірісіп үлгермеген кезде, демалыс уақыты келіп қалуы мүмкін. Егер уақыт жетпейтінін сезсеңіз, уақыт аралықтарының ұзақтығын тең қатынаста ұлғайтып көріңіз. Видеоға лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпа.